Сәлеметсіздер ме, құрметті кішкентай оқырмандарымыз. Бүгін мен сіздерге ит пен мысық адамға қалай үйренді ертегісін оқып беремін. Баяғы заманда балалары жоқ бір кемпір мен шал болыпты. Шал егін егеді, жиналған астығын қамбаға құйды. Шетінен базарға апарып сатып, шай пұлын айырады екен. Бір күні шал қамбадағы астығын алып, базарға апарып сатпақ болады. Қамбаның есігін ашып қалғанда, тышқандардың өріп жүргенін көреді. Олар дәні бүтін астық қалдырмапты. Жегенін жеп, жемегенін ортасынан қақ бөліп шаша беріпті. Бұған кемпір мен шал қайғырып, осы астықпен күн көруші едік, енді қайтеміз деп зар еңірейді. Сол кезде бұлардың тұсынан өтіп бара жатқан мысық мұнын естіп, қастарына келеді де, неге сонша қайғырып тұрсыңдар деп жөн сұрайды. Қайғырмай қайтейік, дейді шал мұнын шағып. Алаяқ тышқандар қамбадағы астығымызды талан-таражға салыпты. Соның жазасын беретін біреу табылар ма екен бұл дүниеден? Кәне, көрсе тұры тышқандарды, деп мысық құйрығын болғандатады. Ендеше бері жүр, деп шал мысыққа қамбаның есігін ашып береді. Мысық құжынаған тышқандарды көреді. Енді есікті жауып қойды, кете бер дейді мысық шалға. Үйді кезіп, аштықтан ішегі шұрылдап, қарны қабысып жүрген мысық қалың тышқандарымен айқаса кетеді. Әп-сәтте 5-6-ауын ұстап, қалғандарын қуып шығады. Күйсіз айдалада қаңғырып жүруші еді. Енді су өтпейтін, жаңбыр тимейтін қамбада қарны тоқ тұратын болды. Біраз уақыттан кейін тышқандар болманнан безіп, қамбаға жоламай кетті. Соның салдарынан тамағы азая бастаған мысық кемпір мен шалдан: «Кәне, тағы қандай жұмыстарың бар?» деп сұрапты. Олар тышқаннан құтылғандарына қуанады. Кемпір мысықтың жылтылдаған жүнін сипалап, еркелетеді. Шал: «Не қалайсың, кәне айт, тілегіңді орындауға әзірміз?» депті. Мысық өзінің қалауын айтады. «Мен көп нәрсе сұрамаймын. Менің жалғыз-ақ тілегім бар. Үйлерінің бір бұрышына орын берсеңдер болғаны», дейді ол. Кемпір мен шал мысықтың қалауын қабыл алып, үйлеріне кіргізеді. Мысыққа үй ішінде не істесе де ерік беріпті. Қайда жатам десе де тыйым салмапты. Үшеуі тәтті бірге тұратын болыпты. Мысыққа кемпір күніне бір тостаған сүт береді. Сүтке тойып алған мысық жылы үйде пырылдап ұйықтап жатады. Тамақ іздеп ешқайда қаңғымайды. Бір күні түн ішінде шалдың қорасына қасқыр түсіп, бір-екі қойын жеп, басқасын жаралап кетеді. Мұны көріп шал тағы да қатты қамығады. Осы қойдың сүтін көре кетуші едік, енді қалай күн көреміз? Бұл зұлымдардың зауалын беретін біреу табыла ма? Сол кезде мысық шалдың қасына келеді де, құйрығын болғандатып: «Бар ондай батыр, мен соны іздеп тауып, ертіп келейін» деп еркелей сөйлейді де айдалаға қарай жүгіре жөнеледі. Мысық жалпақ даланы шарлап итті іздейді. Бір кезде жер тіміскілеп, сүмендеп жүрген итті көреді. Қасына барады да:
Мен сені іздеп келдім, дейді құйрығын бұлғанда да маңғазданып. Саған бір ақыл айтайын. Бүйтіп көрінген інді қазып, тіміскілеп жүргенше, адамның қорасын күзет. Қарның тоқ болады, жылы жайлы жерде тұрасын. Аштықтан бұралап жүрген ит айтқанына көнеді де, баста ендеше сол адамның қорасына деп құлшынады. Ал кеттік олай болса, деп мысық соңына итті ертіп, ауылға келеді. Шалдың үйіне келген сол, кемпір итке тамақ береді. Қарны тойған ит қораның алдына барып, күзетке тұрады. Түнімен көз ілмейді. Түн қараңғылығы сейіліп, таң атқан кезде бір қасқыр қой қораға ентеліп жетіп келеді. Аңдып жатқан ит шап беріп, қалқамынан ала түседі. Қасқыр өлдім талдым дегенде зорға құтылып қаша жөнеледі. Иттің ерлігін көрген кемпір мен шал, сен де бір ер жүрек екенсің, деп итті тамаққа тойдырады. Есік алдына үйшік салып береді. Сөйтіп кемпір, шал, мысық, ит төртеуі бір-біріне көмектесіп, қамсыз тұра береді. Міне, мысық пен ит адам баласының қолына ең алғашқы осылай үйренген екен. Құрметті кішкентай оқырмандарымыз, сіздерге ертегі ұнаған болса, біз сіздерді Пушкин атындағы қалалық балалар кітапханасында күтеміз. Қош сау болыңыздар.